Сәлем менің YouTube достарым. Мен бүгін мынандай алмалы пирогтың оңай әрі арзан дайындалатынын көрсетпекшімін. Отбасы мүшелеріңізге арнап пісіріп беріңіздер. Алдымен 2 жұмыртқаны табақшаға шағып аламыз. Азырақ тұз қосып, және ертілген майды қосып, артынан шекерімізді қосып, араластырып, венчикпен араластырып аламыз. Еленген ұнды қосып, қамыр илеп дайындап қоямын. Бұл оңай пирогтың рецептін описаниеде қалдырамын. Дайын болған қамырды бетін жауып шетке қойып қоямыз. Енді алдын ала дайындап алған алмамды ұсақтап турап аламын. Тақтайшаменен турап аламыз да алмаларымызды ұсақтап турап аламыз. Сөйтемізде оны ыдысқа саламын. Бетінен ыдысымызды толтырып, алманы ұсақтап турап саламын. Алмасы ұсақ туралғаны және де көп болғаны жақсы. Алмалы пирогымыз дәмі әдемі болады. Дәмді болады. Бетінен шекер сеуіп қоямын. Енді тынып тұрған қамырды 2 бөлікке бөліп қоямын. Біреуін үлкенірек, біреуін кішірек етіп. Үлкен қамырды алып, дөңгелекшелеп жаямын. Оны тапаға саламын да, тапамызға қамырымызды салып аламыз. Майланған тапаға саламын. Сөйтіп оның тапаның ішіне салынған қамырды жайып, қолмен жайып, жұғартып аламыз. Бетіне алмалы, ұсақтап туралған алмаларды саламын. Үстінен шекерден салып, өйткені әдемі қызарып пісу үшін шекерден аздап салып қоямын. Енді үкіштен жаңа кішірек қамырды үкіштен өткізіп, бетіне себелеп қоямын. Тапамызды енді 180 градус ыстықта пісіріп аламын. Міне ас болсын. Дайын пирогымыз. Пирогымның жасалу жолы ұнаса, тіркелуді ұмытпаңыздар.